Құрметті достар, тәуелсіздік жолы оңай жол емес. Бұл жолда сан мыңдаған адамның арманы мен тағдыры тәлкекке түсті. Біздің еліміз бүгінгі күнге дейін қиын қыстау, даңқты жолдардан өтіп келіп отыр. Сондықтан да тәуелсіздігіміздің мәні өзгеше, бағасы теңдессіз. Ендеше тәуелсіздігіміздің тұғыры әрқашан биік болсын. Олай болса, бүгінгі мерекелік концертіміз тәуелсіздік мерекесіне арналады. Добрый день, дорогие друзья! Ежегодно, 16 декабря, мы отмечаем самый главный праздник нашей страны – День независимости. Свобода, независимость, суверенитет – все эти слова имеют общий смысл. Они означают, что человек или государство, обладающее этими качествами, является самым счастливым. 29 лет прошло с того дня, когда наша Родина стала независимой. За минувшие годы страна многого достигла в деле становления своей государственности, укрепления независимости и единства. И сегодня наш праздничный концерт посвящается Дню независимости нашей Родины. Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері өмір сүреді. Солардың отанына айналған біздің кең байтақ еліміз қашанда өзге ұлт өкілдерін құрметтеп, оларды бауырына басуға дайын. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Дана жұрт мұны тегіннен тегін айта салмаса керек. Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым сыйластық, үстемдік құрған жерлерге қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мерекелеріміз өркендеп, ілгері басып келеді. Қазақстанның көпұлтты халқының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі біздің еліміздің ең басты байлығы.
Казахстане единой семьей живет 18 миллионов человек, представители более 130 национальностей и народностей. На казахском, русском, немецком, украинском, корейском, татарском, белорусском языках издаются книги и газеты, работают национальные театры, передаются национальные программы радио и телевидения. Всех нас, людей всех национальностей, объединяет общее, имеющее одно из важных понятий – мы – народ Казахстана. И в этом Казахстан – уникальная страна с многообразием культур и религий. Астанам көп қараймын мен келбетіне, мен келбетіне, мен келбетіне. Балғансың жас қайындай өз тербетіле, өз тербетіле, өз тербетіле. Жанаттай жан біткенді ел жеретесің, ел жеретесің, ел жеретесің. Біз үшін жанат қала сен жер бетінде, сен жер бетінде, сен жер бетінде. Елімнің жүрегі жарқырап жайнай берші, сен Астана, өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Аңсаймын, армандаймын бәк жүрекпенен, бәк жүрекпенен, бәк жүрекпенен. Астана жайнар дайым мен тіліп келем, мен тіліп келем, мен тілекшенем. Елімнің жүрегі жарқырап жайнай берші, сен Астана, өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Жарқырап жайнай берші, сен Астана, өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Жарқырап жайнай берші, сен Астана, өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Жарқырап жайнай берші, сен Астана, өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда саған іңкәр менің жаным, жастықтың жалауы бол сен Астана. Қалың жұртым, қазағым мақтан бүгін,
жан сырыңды жайып сап ақтар бүгін, мерейі үстем, мерекең болсын құтты, сан ғасырлар жоғалтып тапқан бүгін. Тәуелсіздік тұғыры еркіндігің, күмбірлейді күй болып серпіл үнің, келген жоқ қой бостандық бостан босқа, шын болаттай қазағым, серпіл бүгін. Независимость страны – великая награда. И после длительной борьбы все стало на свои места, как надо. И с каждым днем все лучше, лучше становится наша страна. Богаче жизнь, природа краше. Благословенна будь всегда. Любовь свою мы дарим Казахстану. И каждый год, ликуя с ним, мы отмечаем эту дату, ведь Казахстан для всех един.
Бұл біздің мемлекетіміздің басты ұлттық мерекесі. 1991 жылдың 16 желтоқсанында еліміздің тарихына жаңа дәуір басталды. Бұл күннің ерекшелігі ол Қазақстан халқының бірлігі, сезімін күшейтетін және нығайтатын. Это главный национальный праздник нашего государства. 16 декабря 1991 года началась новая эпоха в истории нашей страны. Знаменательность этого дня состоит в том, что он усиливает и укрепляет чувство единства народа Казахстана. Нурсултан Абишевич Назарбаев, обращаясь к молодежи, сказал: «Я полагаюсь на вас, новое поколение казахстанцев. Вы должны стать двигателем нового курса. Создавайте судьбу страны вместе со всем народом». Шаттық нұры шашылып зеңбіректен, шуағын күн төгеді енді көктен. Шылбыр үзді даланың арғымағы, тәуелсіздік жалауын желбіреткен. Дүбір қосып өзіңдей сәйгүлікке, ақ бозаттың алдынан жанды үмітте, тоғып ұстап аңсаған азаттықты Қазақстан бет алды мәңгілікке. О, Казахстан, ты под палящим солнцем раскинул свой шатер степей, лесов. Чтобы описать их красоту, не хватит всех самых лучших и прекрасных слов. Ты без остатка людям подарил. Ты для кого-то просто государство, клочок земли на карте. Только вот для нас ты родина, ты маленькое царство. Ты высочайший беркута полет. Қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп, шымырлатқаны дегені, көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.
тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлені, жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Тудың желбірегені, бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Қазақстандықтар үшін достық пен төзімділік бос сөз емес. Күн сайын Қазақстан халқының өкілдері этностық қатыстылығына қарамастан қоғамның әрбір мүшесін түсінуге, бағалауға және құрметтеуге үйренеді. Дружба и толерантность для казахстанцев не пустые слова. Каждый день представители народа Казахстана учатся понимать, ценить и уважать каждого члена общества, независимо от этнической принадлежности.
Казахстанец будущего. Глаза должны гореть жаждой новых знаний. Ум должен быть отточен для решения самых сложных задач. Сердце должно пылать беззаветной любовью к родине. Дети независимого Казахстана являются самым главным достоянием страны, и от них зависит будущее нашей страны. Жарқырайды аспанымда алтын күнім шуақты, отып жатыр қас-қағымда бала шағым қуатты. Балаларын адамзатын бауырға біз басқанбыз, татулықтың бесігі боп бәрінен де асқанбыз. Балдәурен, әндәурен арналады жеріме, қуанамыз, шаттанамыз, бақыт сыйлап еліме. Баласымыз, отан ананың мәңгілік ел, ұлы даланың. Ты живи своей любовью, Казахстан, моя семья. Здравствуй, детство золотое, славься, Родина моя. Солнце ярко в небе светит, и орел махнет крылом. Мы в степи великой дети, дружно, счастливо живем. Детство, наше детство, души радостью полны. Дети всей планеты, мы для счастья рождены. Этим светлым днем улыбнется солнце нам. Для тебя поем наш любимый Казахстан. Kazakhstan is like my family, it surrounds me with love, bringing joy to my young heart, like a dove flying above. I'm so proud of my homeland, where the sun flies happily, where the children of the great steppe live in peace and harmony. Childhood, sunny childhood, hoping only for the best. As the future of the planet, we were born for happiness. And today's the day when we are having fun. This is all for you, our lovely Kazakhstan. Балдәурен, әндәурен арналады жеріме. Қуанамыз, шаттанамыз, бақыт сыйлап еліме. Баласымыз, отан ананың мәңгілік ел, ұлы даланың. Көк байрағы көк бұлттармен жанасқан, нұрын төккен төбемізде көк аспан. Жер жүзіне аты мәшһүр отаным, тұғырлы елім, ғұмырлы елім, Қазақстан. Егемендік бізге оңай келмеді, шейіт болды талай-талай ерлерім, бостандықты ұзақ уақыт аңсаған, еш кетпеді ерлерімнің еңбегі. Пусть дружба, о которой пел Абай, как солнце освещает мирный край. 100 наций, 100 народов, 100 племен. Всем вам рахмет и низкий вам поклон.
в душах теплоту, в сердцах добро, в глазах искринки света. И людям подарю я поутру улыбку ту, что нежностью согрета. Я попрошу у радуги цветов, раскрашу в них любое настроение, чтоб в мире жили только доброта, тепло души и радости свечения. Я рисую на окне мир почти такой, как наш. Я рисую на окне акварелью и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет, где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. Минус скуки долгий век и забитый свет в глазах, где ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Құрметті достар, сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мереке әрқайсымызды біріктіріп, жүрегімізді өз отанымыз үшін мақтанышпен толтырсын. Сіздерге гүлдену, үлкен мүмкіндіктер мен жақын болашақ тілейміз. Әрбір қазақстандық үйде махаббат пен бақыт орнасын. Дорогие друзья, от всего сердца поздравляем вас с Днем независимости Республики Казахстан. Пусть этот праздник объединит каждого из нас, наполнит наши сердца гордостью за свою Родину. Желаем вам процветания, больших возможностей и светлых перспектив. Пусть в каждом казахстанском доме царит любовь и счастье.